Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Жанат. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге салфеткаға арналған әдемі сақина дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге керегі сақина дайындап аламыз, яғни ол пердеге арналған сақиналар. Гүлдер дайындасақ болады. Немесе өзіңіз қалаған заттарды алсаңыз болады. Лента дайындаймыз. Кез келген түсін таңдап алсаңыз болады. Және де ыстық клей мен қайшы дайындап аламыз. Ең алдымен сақинамызды екіге ажыратып аламыз ортасынан. Сөйтіп гүлімізді ортасына салып, мықтылап жапсырамыз. Гүлімізді орналастырып болғаннан соң, келесі лентамызды дайындаймыз. Лентамыз шамамен 1 метрдей болуы қажет. Мен видеода лентамызды 4-ке бүктеп, шамамен қанша болу керектігін өлшеп көрсеттім. Лентамыздың бір ұшын алып, ыстық клеймен клейлейміз. Видеода көрсетілгендей, лентамызды сақинамыздың бір шетінен бастап айналдырып жапсырып шығамыз. Лентамызды рет-ретімен сақинаны айналдырып орап шығамыз. Гүлдерге жақындаған кезде лентамызды гүлдер арасынан өткізіп, астындағы сақинамыз көрінбейтіндей етіп орап шығамыз да ұшына ыстық клей жағамыз. Артылған жерін қайшымен қиып тастаймыз. Дайын болған гүліміздің жапырақшаларын сақинаға мықты болып, гүлдер өзін берік ұстап тұру үшін жапсырып шығамыз. Міне біздің гүлді сақинамыз дайын. Видеода көрсетілгендей немесе өз фантазияларыңыз бойынша салфеткамыз бен сақинамызды сәндеп тарелка үстіне қоямыз. Кез келген сервировкамыздың сәнін ашары сөзсіз. Өзіңіз қалаған түсте гүлдерді таңдап, лентасын таңдап жасай берулеріңізге болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.